Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз тексерілген рецепт бойынша өте дәмді және жұп-жұмсақ вафлилер дайындаймыз. Ол үшін бізге осы ингредиенттер қажет. Алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет. Мен барлық заттарды алдын ала өлшеп дайындап алдым. Жұмыртқамыздың үстіне зекерімізді қосамыз. Екеуін жақсылап қантымыз еркенше араластырамыз. Айтпақшы, бұл вафлиларды үйдегілер сүйіп жейді және вафлилар таңғы асқа керемет барады. Сары майымызды алдын ала ертіп, суытып қосамыз. Ысылай қосып, жұмыртқаларымыз пісіп қалмасын. Енді бұны да тағы да жақсылап араластырайық. Барлығы бір келкі болғанша араластырамыз. Осының үстіне енді қаймамызды қосып, тағы да араластырамыз. Араластыру үшін миксер қажет етпейді. Жай қолмен тек венчикпен араластырсақ, сол ғана жеткілікті. Достар, осы арада вафельницамызды қызып тұру үшін қосып қоямыз. Бұл рецепт бойынша кез келген вафельница барай береді. Мен біраз араластырдым, барлығы бір келкі болды. Енді ұнын дайындап аламын. Ұнымды електен өткізгенімді видеоға түсіруге ұмытып кетіппін. Еліктен өткізілген ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды қосып, қасықтың көмегімен екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді осы ұнымызды біртіндеп қосып тұрып араластырамыз. Барлығын бірге салып жіберсек, онда бізде комоктар көп болады. Сондықтан барлығын біртіндеп қосамыз. Мен ұнды 4-5 рет бөліп қосып, біртіндеп араластырдым. Осымен соңғы ұнымды қосып, араластырып жатырмын. Бізде осындай масса болу керек. Қатты қою да емес, қатты сұйық емес, орташа. Енді қызып тұрған вафельницамызға 1-2 қасықтан салып пісіреміз. Вафельницаны майлап қажеті жоқ. Сіздер пока 1 қасықтан салып пісіріп көріңіздер. Себебі вафельницалардың түрлеріне байланысты әркімнің вафельницасы әртүрлі уақытта қызады. Біреуі жай қызса, екінші қатты қызатын болады. Сондықтан бірінші пісу уақытысын анықтап аламыз. Менің вафельницамда менің вафлиларым 2-3 минутта пісіп шықты. Піскен вафлиларды абайлап, шанышқының көмегімен жайлап түртсеңіз болды, өзі түсіп қалады. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай керемет, әдемі және жұмсақ вафлилар шығады осындай. Иісі мұрынды жаратын, дәмі керемет болып шығатын менің рецептіммен вафлиларды дайындап көріңіздер. Себебі бұл тексерілген рецепт. Қараңыздар, іші қандай керемет болып шықты.
Достар, менің каналымдағы барлық видео деген батырманы басып, ішінде қытырлақ вафлидің рецептісімен бөліскенмін, соны да қарап шығыңыздар. Соңына дейін қарап, мені қолдағандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Достар, келесі рецептімде кездескенше.